Жаман шал. Жатақхананың аядай тар бөлмесі. Жаман шалдың 7 жылғы мекені. Жалғыз қарияның бөлмедегі басты дүниесі темір кереует. Оның үстінде тозығы жетіп, ішіндегі мақтасы түйіршік кесектей бұрыш-бұрышына умаждалған ескі көрпе. Ішіне бір кезде не салынғаны белгісіз тастан да қатты жастық. Көкбоз шекпен сол көрпенің үстінде қосымша жамылғы боп жабылған. Қара күрте кереуеттің аяқ жақпасында. Кереуеттің астында шаңға бөккен қара шамадан. Оның да кілті жоқ. Қиыны қиыспай бір жақ ернеуі жабылар жабылмас. Бұл шабадан Жаманшалдың бүкіл ғұмырын ішіне сыйғызып тұр. Төлқұжат, ескі әскери комсомол коммунистік партия билеттері. Толып жатқан мүшелік жарна, төленген құлақ қағаздар. Әртүрлі ордендер мен медальдар. Кезінде темір жолда жол бұрушы жұмысында алған мақтау қағаздары. Алғыс ашық хаттар, тағы да басқа коммуналдық төлемдердің түбіртектері. 20 жыл бұрын марқұм болған кемпірінің екеуі дастархан басында мамыражай қалыпта түскен суреті. 25 жасында нақақтан нақақ сотталып, кейін түрмеде қайтыс болған жалғыз ұлының мектеп жасындағы суреті. Түйіншекке ораулы басқа да құжаттар. Жаманшал осы қара шабаданды ақтарып бір күн отырды. Әр қағаздардың өзіне айтар сыры бар. Содан соңғы дүние беріректе сол жақтағы ескі ас үстелі. Онда 2-3 темір тарелка, 3-4 қалайы қасық және түсі қап-қара шәугім. Ас дегеннен қатқан бір тоқаштың жартысы. Неше күннен бері іші желімдей жабысып, шырынына тіпті тарақан үңілмей кеткен банкідегі бүлдірген тосабы. Үстелдің екінші жағында ескі электр плиткасы. Оның тоқтан ажыратылған 40 жамау резеңке жібі. Бүгін Жаманшал кереуеттен басын көтерген жоқ. Мезгілдің де қанша шама болғаны белгісіз. Терезе жақтауы қалың қырау. Оны бүркемелеген шұлғаудай жасыл перде бөлме үшін одан сайын қараңғылауда. Таңғы жөтелден әжептеуір жаны қысылыңқырап қалған. Әрең дегенде кеудесін қатты қысқан қақырықтан шиқылдай сіңірі білеуленіп, шаршаған қария енді тыныштық тапқан кезі осы. Жиен ел болмас дегендей, қызынан туған жалғыз еркек кіндік құндағынан бауырында болса да қайырымсыз болып өсті. Жаманшалдың темір жол қызметінде жүріп алған 2 бөлмелі пәтерін осы жиені қасиаққа кіріп, соның өтеуіне қояр да қоймай сатқызып, мұны далада қалдырған. 1 жыл қыздың босағасында тұрды. Оның да ішкіш әңгүдік күйеуі күнде боқтап, көрер көзге шалдың отырған-тұрғанын ауырлады. Әйтеуір көз көрген деп бұрынғы бірге жұмыс істеген ұжымының адамдары жатақханаға көмектесіп, осы бөлмеге көшірген. Кезінде 2 иығына 2 кісі мінгендей қапсағай денелі қарулы қария мүлде тың еді. Жасы ұлғайып зейнеткерлікке шыққанда да жұмыстан қолын үзбеді. Оған себепші қызметтестері. Ақсақал, жалғыз өзіңе не бар? Үйде отырып, давай вокзал маңайын сыпырушы бол, деген. Бұл келісті. Сөйтіп жүргенде бақ пен сор қатар қонған кез туды. Түнгі кезектен шығып таңертең ерте кетіп бара жатып, үлкен айналмалы отырғыштың қасындағы шашылған қағаз бөтелкелерді жинастыра салмақшы болып бұрылған еді. Отырғыштың аяқ жақ қапталында бір қолға ұстайтын пакет көрінді. Пакетті ұстап көргенде ішінде темекі қораптары толы екен. Пәтшағар, қымбат темекі қорабын әуес қып жинаушылар болды ғой, деп ішін ашып қараса, қып-қызыл қаптаған ақша. Жаманшал дірілдеп қоя берді. Бейне мұны біреу көріп қалып, ой оңбаған деп айқайлайтын сияқты. 2-ші қорапты ашып көрсе, ол да ақша. 3-ші, 4-ші, 20-ші бәрі сондай. Біреу қаржыны елеусіз етіп жолға алып шығып, пойыз келерде ұмытып кеткен болар. Мүмкін бизнесмен, мүмкін базарда саудамен айналысатын біреу шығар. Қой, вокзал бастығына апарып берейін. Ақшасын жоғалтқан адам қайта айналып оралар. Жаманшал сөйтті де кері бұрылды. Вокзал бастығы келмепті. 1-2 сағаттай тапжылмай күтті. Bir кезде келді-ау. Неғып отырсыз, қария? Деді жас бастық жарқылдай амандасқан күйі. Сөйтті де хатшы қызға. Тезірек плановикті шақыршы, деп бұйрық берді. Қарағым, 1 минутке кіріп шығайын. Өзіңді тосып отыр едім.
деді жаман шал есіктен басын сұғар-сұқпастан. Кіріңіз. Есікті жабайын, деді жаман шал. Жоқ, жаппай ақ қойыңыз, айта беріңіз. Мына бір пакетті әкелдім, іші толған ақша екен. Темекі қорабына салынған екен. Біреу ұмытып кеткен болар шамасы. Деп, шал пакеттен бір қорапты шығара бастады. Әзілдеп тұрсыз ба, қария? Жоқ, шыным балам. Міне, екіншісі. Жас жігіт мүлде жайраңдап күліп, орындық тұсынан өтіп, шалдағы қораптарды қарады да кенеттен. Ақсақал, осы сіздің фамилияңыз кім еді? Деді. Қаржаубаевпын. Осы вокзал басын сыпырушы едіңіз ғой? Иә, өткенде өзіңе келіп, құжатқа қол қойдырып едім ғой. Түсіндім. Білем, ағай, сіздің мынау тіршілігіңіз нағыз азаматтық, тіпті адам сенбестік тірлік. Рас, қазір сізде жандар жоқ, сиреп барады. Сіз мұны қалдырыңыз, ешкімге айтпаңыз, жарай ма? Әйтпесе, ақшаны бөлісіп алды деп, екеумізге тиісіп жүрер. Сіздің өміріңізге де қауіп төнуі мүмкін, деп, жас жігіт қораптағы ақшаны алып қалды. Бұдан кейін жаман шал вокзал бастығына әлденеше рет барды. Ондағысы есі табылып ақшасын берді ме, бермеді ме деп білу болатын. Қайдағы бастықты ұстау? Алдындағы қыз бірде бір рет бастықты бар, қазір болады деп қабылдаған емес. Сөйтіп жүргенде сол вокзал бастығы өзгеріп кетті деген сыбыс келді. Жаман шал көңіліне әлденеден кірбің алып, япырмай, жүзі жылы бала еді, иманды бала еді. Шынымен өзі алып кетті ме екен деген күдікке бойлады. Алғаш әкесінен бұл жаңалықты естігенде қызы кәдімгідей кісі өлгендей ойбайға басты. Ойбай әкеу, мына не істегенің? Басыңа келген бақты өзің теуіп. Көріп жүрсің ғой қарызға белшемнен батып жүргенімді, деді қызы. 2-3 күн өтті ме, өтпеді ме, удаймас болып ішіп алған ұрдажық жиені келіп, жаман шалды өлес етіп ұрып, тепкілеп соққыға жықты да есікті тарс етіп жауып кетті. Оңбаған қақпассың, жаның ешкімге ашымайды, өлсең көмусіз қаласың. Енді ешкім босағаңды аттап баспайды, деді де шығып кетті. Сол соққыдан кейін жаман шалдың орнынан тұра алмай қалғанын көршілері біледі. Бір күні еден жуатын әйел жатақхана тұрғындарына жар салды. Мына қария өмірде есігін жаппайтын, түнде де, күндіз де төбе көрсетпегені не болды екен, Есігі сырттан құлыптаулы, бір нәрсе болып қалған жоқ екен деп есігін бұзып кіреді. Көпшілік бекітулі есікті балталап ашқанда бүрісіп бүк түскен жаман шал қалың ұйқыда, мәңгілік сапарға аттанып кеткен екен. Әркімнің өлгенде де несібесі болады деген сөз расқа шықты. Қыстың көзі қырау демей, жаман шалдың намазына жиналып қаражат бергендер есепсіз еді. Таяу маңдағы асхананың бірінде жерленген соң ас берілді, дұға оқылды. Осы кезде жеңіл машинадан әдемі киінген жас мырза түсіп, намаз оқып отырғандарға бұрылып өзін таныстырды. Содан соң былай деді: Мен Қаржаубаев қарияның өзіме тапсырған аманатын орындай алмаған азаматпын. Осындай, ол кісі 1 жыл бұрын вокзал басынан бір пакет ақша тауып алып өзіме тапсырып еді. Қазіргі теңгемен 300 мың иесіне тауып бересің деген еді. Ақшаның иесі шықпады, ізі де түзі де болмады. Сол ақшаны тауып әкеп берген қарияның кездестіруге жолым түспей, қызметімде ауысып кетті. Енді ақсақалдың сол ақшасын өзіне әкелсем, марқұм болып кетіпті. Менің де мойныма қарыз болмасын, деп төс қалтасынан көк бума долларларды шытырлата шығарды. Бұл намазға жиналған қауымды тамсандырып, таңдандырды. Адалға адал жолықтырған деп осын айт, азамат деп осын айт, азамат екен. Жаман шалдың ұлы түріліп келгенмен бірдей ғой мынау. Ойпырмай, деп елдер шуласты. Бермей кеткенде қайтер еді? Көпшілік қаулы етті. Бұл қаржыға марқұмның басына мазар салынсын. Көп ұзамай қаланың мұсылмандар бейітінің шет жағында ай сәулелі жарқыраған ақ мәрмәрден бейіт тұрғызылып, басына жарты ай орнатылды. Аты жөні тасқа ойып жазылды. Жаман шал тіршілігінде елеусіз болғанымен, қайтыс болғаннан кейін есімін білетіндер көбейді. Мына күмбез кімдікі? Деп бәрі сұрап өтетін болды. Иә, адалдықтың да артында қалдырар осындай ізі болады екен. Бұл оқиғаны білетіндерден тыңда, өзіңе жырғып айтып береді. Иә, құрметті менің тыңдармандарым, бұл өмірде адал адам өте аз. Нағыз адалдық, нағыз адамдық
адамгершілік осындай жағдайлармен өлшенеді. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, нар болыңыздар. Әңгімені оқыған Байболатова Майра Берікқызы.